Ғалымдар қартаюды тоқтатып, сұлулық пен денсаулықты ұзақ уақыт сақтай алатын өнімді таптық деп жарсалуда. Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Ақпараттарды қажеттіліктеріңізге жаратып, сіздерге ұнап жатса, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетулеріңізге болады. Таяу шығыс бұл өсімдіктің отаны болып саналады. Құрма арабтардың диетасындағы негізгі өнімдердің бірі. Жабайы құрма ежелгі Мысырдан бері жинақталған. Египеттегі пирамидаларда жемістерді жинау процесінің суреттері де кездеседі. Вавилондықтар бұл жемістерді сірке суы мен шарап жасау үшін пайдаланған. Исламда да құрма өте жоғары бағаланған. Құранда 29 рет айтылған. Құрма пальмасының жапырақтары оңтүстік Еуропада діни рәсімдерде де қолданылады. Құрма басқа жемістердің ішінде көмірсулардың ең көп пайызына ие. Оның құрамында 60%-дан астам көмірсу бар, бірақ бұл қанттар денеге көп зиян келтірмейді. Өйткені құрманың құрамында қышқылдар да кездеседі. Ол қышқылдар ниацин, рибофламин және пантотен. Олар көмірсулардың сіңуіне ықпал етеді және қандағы глюкоза деңгейін реттейді. Бұл жемістерде көптеген басқа жемістерде кездеспейтін әртүрлі амин қышқылдардың тағы 23 түрі бар. Құрманың құрамында минералдар да көп. Олар мыс, темір, магний, мырыш, марганец, калий, кальций, фтор және тағы басқа. Сондай-ақ витаминдер А, С, В1, В2, В6. Күнделікті 10 құрма дененің мыс, магний және күкіртке деген күнделікті қажеттілігін қанағаттандыра алады. Ежелден бері құрма жемістері күш, ағзаға төзімділік береді. Өмір сүру ұзақтығын арттырады және дененің әртүрлі инфекцияларға қарсы тұру қабілетін көбейтеді деп есептеген. Аурудан кейінгі қалпына келтіру кезеңінде құрма жақсы сергітетін және жалпы күшейтетін қызметі бар. Жемістер өте қоректік, аштықты тез қанағаттандырады және денені пайдалы заттармен қанықтырады. Олар ұзақ сапарда немесе қиын күнде күшті толықтыру және ми қызметін жақсарту үшін ең пайдалы жеміс болып саналады. Бұл жемісте калий мен магнийдің жоғары концентрациясы болғандықтан дәрігерлер оларды жүрек қан тамырлары ауруларына тұтынуды ұсынады. Құрмадағы селеннің болуы қан тамырлары патологиясының даму ықтималдығын да азайтады. Дегенмен де қант диабетімен ауыратындардың диетасынан құрмаларды алып тастау керек. Өйткені бұл жеміс жоғары гликемиялық индексқа ие. Ол қандағы қант деңгейінің күрт өсуіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, егер сіз фруктозаға төзімсіз болсаңыз, немесе ауыр аллергиялық ауруларыңыз болса, шабуылды тудырмау үшін оларды жеуге болмайды. Құрма өте тәтті жеміс болып саналғандықтан, ол ісіңізде кариес тудыруы мүмкін. Сондықтан құрманы сұйықтықпен ішу арқылы немесе ауызды шаю ұсынылады. Орыс ғалымы Илья Мечников құрманы ішек аурулары мен іш қату кезінде тұтынуды ұсынған. Талшық ішек микрофлорасының жағдайын жақсартуға көмектеседі. Пектин қабыну ауруларына және асқазанның қышқылдығын арттыруда пайдалы қабықша қасиетке ие. Сондай-ақ құрма жүкті және бала емізетін әйелдерге пайдалы, қарт кісілерге де өте пайдалы. Сонымен қорыта айтқанда, қадірменді YouTube көрермен, құрманың адам денсаулығына берер пайдасы өте көп. Оны кішкентай баладан бастап үлкен қария кісілерге дейін бәріне жеуге болады. Бірақ бір ескерте кететін жайт, құрманың құрамында углеводтар, яғни қант мөлшері өте көп болғандықтан, оны жеген кезде үнемі су ішіп, не болмаса ауызды шайып отыруы керек. Осы ақпаратты пайдалы деп тапсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, оның таралып кетуіне ықпал етсеңіздер, үлкен рахметімізді айтамыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіздер.